Қайырлы күн! Абай атындағы мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын желілік Абай мектептерінің 9 сыныбына арналған қазақ тілі пәнінен үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру мақсатында салалас құрмалас сөйлемдер тақырыбында сабағымды бастаймын. Сабақтың оқу мақсаты сөйлемнің құрылымдық мағыналық түрлерін білу, сөйлемдерге сатылай кешенді синтаксистік талдау жасау. Ең алдымен екі не одан да көп жай сөйлемнен құралып күрделі ойды білдіретін сөйлемді біз құрмалас сөйлем дейміз. Құрмалас сөйлем өз ішінде салаласа және сабақтаса байланысатындықтан үш түрге бөлінеді. Бірінші ол салалас құрмалас, сабақтас құрмалас және аралас құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас сөйлем өзара екі түрлі жолмен жасалады. Олар бірінші жалғаулықсыз интонация арқылы және жалғаулық шылаулар арқылы жасалады. Жалғаулықсыз интонация арқылы байланысу дегеніміз іргелес тұрып, ұласпалы интонация арқылы байланысады. Мысалы, мына сөйлемге келетін болсақ, айтпақ ойы екеу. Бірі арманның ұсынысына даярлаған жауабы, екіншісі көптен ойында жүрген інісінің жұмысына қатысты сауал. Салаластың құрамында үш жай сөйлем бар. Бұл салаластар ұласпалы интонация арқылы жасалғандықтан қос нүкте және үтір арқылы ажыратылып тұр. Екінші жасалу жолы бұл жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Қазақ тілінде сіздерге белгілі шылаудың үш түрі бар. Ол жалғаулық шылау, септеулік шылау және демеулік шылау. Салалас құрмаласты жасайтын шылаулар бұлар жалғаулықтар. Яғни, мысалы, оның бұл сөзді не үшін егіле айтқанын Тайман сезген жоқ, өйткені ол сәуленің өзінің болашақ келін екенін білмейтінді. Аталған екі жай сөйлемді байланыстырып тұрған шылау өйткені деген шылау. Салалас құрмалас сөйлемнің түрлері құрамдағы жай сөйлемдерінің мағыналық қарым-қатынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Бұлар ыңғайлас салалас, себеп-салдар салалас, қарсылықты салалас, кезектес салалас, талғаулықты салалас және түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем. Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем бірінде айтылған жай сөйлем, екіншісінде айтылған оймен мезгілдес, бағыттас болып келеді. Бұл жерде баса назар аударатын нәрсе, яғни ыңғайлас салалас құрмалас екі жолмен жасалады. Бұлар бірінші жалғаулық шылаулар арқылы және екінші жалғаулықсыз ұласпалы интонация арқылы. Осы жерде жалғаулықтарды құрайтын да, де, та, те деген шылаулар егер ыңғайластық мәндегі сөздерді байланыстыратын болса, ол жай сөйлемнің құрамындағы сөйлемнің бірыңғай мүшелері болып кетеді. Мысалы, ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Бұл жердегі өткенінен де, болашағынан деген екі сөзді ыңғайлас жалғаулық шылаулар байланыстырып тұрғанымен ыңғайлас салалас бола алмайды, себебі сөйлемнің бірыңғай мүшелері болып кетті. Ал енді келесі ыңғайластық мәндегі сөйлемдерді байланыстырып тұрса, онда ол ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем болады. Мысалы, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Осы жердегі бірінші де деген шылауға келетін болсақ, бұл бір ғана сөздің жетегінде тұр, сен деген сөздің жетегінде тұрып, оған күшейткіш мән беріп, бұл демеулік шылау болып тұр. Ал енді тап бар қалан деген міне бірыңғай баяндауыштарды байланыстырып тұрған бұл та деген жалғаулық шылау, демек бұл ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем болады. Тағы да бұлай табуға болады, яғни шылауларға екпін түспейді, ал бізде қазақ тілінде жалғауға екпін түседі. Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемнің екінші жасалу жолы жалғаулықсыз ұласпалы интонация арқылы жасалады. Ондай жағдайда жай сөйлемдердің арасына үтір белгісі қойылады.
Ал енді қазақ тілінде құрмалас сөйлемдердің түрлі өзіндік ықшамдалу жолдары бар. Ол әсіресе ыңғайлас сөйлемдерде жиі байқалады. Мысалы, ағаш жапырағымен, жер топырағымен деген сөйлемді алатын болсақ, бұл жерде біздегі жай сөйлемдердің арасындағы баяндалып тұрған сөз жасырын тұрғандықтан, осы жерде сөйлемдер ықшамдалып берілгендіктен біз сызықша қоямыз. Мысалы, ағаш жапырағымен көрікті, жер топырағымен көрікті деп алсақ та болады. Бұл жердегі баяндалып тұрған сөздер түсіп қалғандықтан сөйлемдер ықшамдалып, орнына сызықша белгісі қойылды. Сол сияқты әкеден ақыл, шешеден мейір. Дананы ойынан, батырды сойынан, ізгіні ісінен, жақсыны түсінен, көлгірді көзінен, суайтты сөзінен. Бұл жерде бірнеше жай сөйлемнен құралған салалас құрмалас сөйлем, бұларды ықшамдалған салалас құрмалас сөйлемдер деп атасақ болады. Бұл жерде мысалы бірінші жай сөйлем дананы ойынан, ойынан баяндауыш, дананы толықтауыш ретінде аламыз. Ал енді бұның сызықшаның екінші қойылу себебі бастауышта, баяндауышта бірыңғай зат есімнен немесе сын есімнен жасалған жағдайда араларына сызықша қойылады. Салалас құрмалас сөйлемнің екінші түрі бұл себеп салдар салалас құрмалас сөйлем. Құрамындағы жай сөйлемдердің бірі себепті, екіншісі салдар мәнді болып келеді. Бұл сөйлемнің басқа сөйлемдерден ерекшелігі сөйлемдердің орнын алмастырып қолдана беруге болады. Егер өзара екі жолмен жасалады, бірінші жалғаулықшылаулар, екінші жалғаулықсыз интонация арқылы. Егер себеп мәнді сөйлем бірінші келсе, онда сондықтан, сол себепті, сол үшін шылаулары қолданылады. Ал егер салдар мәнді сөйлем бірінші келсе, себебі, өйткені, неге десеңіз деген шылаулар қолданады. Ал жалғаулықсыз ұласпалы интонация арқылы байланысқан кезде себеп мәнді жай сөйлем келген жағдайда бірінші үтір, ал салдар мәнді жай сөйлем бірінші келсе қос нүкте қойылады. Мысалы, Құранды бір сыдырға әдем оқитын даусым бар. Сондықтан Сәдірбайға мен жақтым. Бұл жерде сөйлемде бірінші себеп мәнді жай сөйлем бірінші келіп тұр. Егер ол шылауды алып тастайтын болсақ, үтір қойылады. Ал енді Сәдірбайға мен жақтым, өйткені Құранды бір сыдырға әдем оқитын даусым бар. Бұл жерде шылауды алып тастайтын болсақ, салдар мәндісі алдымен бірінші келіп тұр, екінші себеп мәнді сөйлем тұр. Олардың арасын ажырату үшін қос нүкте қойылады. Осы жерде айта кететін дүние, кейде бізде үйірлі мүшелермен келеді сөйлемдер. Мысалы, Құранды бір сыдырғы оқитын әдемі даусым бар дегенде, әдемі оқитын деген сөз бұл үйірлі анықтауыш болып кетеді. Салалас құрмалас сөйлемнің үшінші түрі қарсылықты салалас құрмалас сөйлем. Яғни, құрамдағы жай сөйлемдердің баяндауыштары бір-біріне қарсы мәнде келетін салалас. Қарсылықты салалас екі жолмен жасалады. Бірінші жалғаулықшылаулар арқылы, екінші жалғаулықшылаусыз интонация арқылы жасалады. Енді балаларға біз қалай оқушыларға мына нәрсені түсіндіріп өтейік. Егер біріншіден салаластың құрамындағы баяндауыштар болымды, болымсыз тұлғада келсе, онда ол қарсылықты салалас болады. Оның шылаулары бірақ, дегенмен, алайда, әйткенмен, әйтсе де, нетсе де деген шылаулар арқылы жасалады. Егер ол жалғаулық шылаусыз жасалатын болса, онда олар жай сөйлемдердің арасына қабаттаса қойылатын тыныс белгісі қойылады, яғни ол үтір сызықша. Мысал келтірейік. Біз ыңғай бермеп едік, ол жастар қоғадай жапырылды. Бірінші сөйлемнің баяндаушы болымсыз тұлғада, ал екінші сөйлемнің баяндаушы болымды тұлғада келіп, сөйлемдер бір-біріне қарсы мәнде қолданылып тұр. Сондай-ақ балықшылар ауды бірнеше рет салды, балдырдан басқа ештеңе ілінбеді. Бұл жерде де бірінші жай сөйлемнің құрамындағы етістік болымды, ал екінші жай сөйлем болымсыз тұлғада тұр. Ал екінші жолы антоним сөздерден болады. Мысалы, бас болу оңай, бастамақ қиын. Көз қорқақ, қол батыр.
Бұл жерде оңай, қиын антоним және қорқақ, батыр бір-біріне антоним болып келеді. Бұл жерде ескерте кететін дүние, ал дегенмен алайда бірақ шылаулары сөйлемнің басында келсе, бұл сөздерден кейін үтір қойылмайды. Салалас құрмалас сөйлемнің төртінші түрі түсіндірмелі салалас құрмалас. Оның жасалу жолы біреу, яғни жалғаулықсыз, іргелес, ұласпал интонация арқылы жасалады. Кейде жай сөйлемдердің құрамында сілтеу есімдіктері қолданылады. Егер жай сөйлемнің құрамында бірінші сол, сонша, соншалық, сондай сілтеу есімдіктері келсе, одан кейін сызықша қойылады. Егер мынау, мынадай, мыналар есімдіктері қолданылса, онда осы аталған есімдіктерден кейін қос нүкте қойылады. Мысалы, кейінгі жастарға айтарым сол, өз тіліңді құрметте. Мұның түпкі себебі мынау, романда ұнамсыз кейіпкерлер мүлде жоқ. Осы жердегі сілтеу есімдіктері бірінші жай сөйлемнің баяндауыш қызметін атқарады. Сондай-ақ, түсіндірмелі салаластың басқа құрмаластардан ерекшелігі құрамында бірнеше жай сөйлем келеді. Мысалы, жомарттық пен мәрттік негізінде үш нәрсе бар. Бірі өз айтқан сөзіңді өзің орындау. Екіншісі әділдік пен туралыққа нұқсан келтірмеу. Үшіншісі қайырымдылықты есіңе ұстап ұмытпау. Осы аталған сөйлемде төрт сөйлем бар. Әрқайсысы бірінші сөйлем нұсқап тұрса, екінші, үшінші, төртінші сөйлемдер сол бірінші сөйлемнің мазмұнын ашып тұр. Ескерте кететін жайт, бірыңғай мүшелер мен қызметтес тұлғалас жалпылаушы сөздер де сілтеу есімдігінен жасалады. Мысалы, Қазақстанның ең ірі көлдері мыналар: Балқаш, Алакөл, Сасықкөл. Бұл аталған сөйлем жай сөйлем болады. Яғни, бұл жерде түсіндіре кететін дүние түсіндірмелі салаласпен бірыңғай мүшелермен қызметтес жаңағы мыналар деген сияқты есімдіктерді балаға түсіндіру керек. Яғни, кейінгі айтқан сөйлемде бірыңғай баяндауыштар болып кетсе, ал алдыңғы айтылған есімдіктер бірінші жай сөйлемнің құрамындағы баяндауыш болады да, ары қарай сөйлем жалғасып түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем құрайды. Салалас құрмалас сөйлемнің бесінші түрі кезектес салалас құрмалас. Бірде біресе кейде жалғаулық шылау арқылы жасалады. Егер осы аталған шылауларды алып тастайтын болсақ, құрмаластың құрамы ыңғайлас салалас сөйлемге айналып кетеді. Мысалы, кейде қабағы түксие қалады, кейде бет әлпеті күлім қағады. Осы жердегі кейде шылауларын алып тастасақ, ол қабағы түксие қалады, бет әлпеті күлім қағады. Бірыңғай мезгілде жасалған ыңғайласқа айналып кетеді. Ал егер осы аталған шылаулар сөйлем құрамында бір рет келсе, онда ол үстеу болады. Мысалы, бірде сағынай өзіне ұнай бастаған тайын көруге ат қораға бұрылды. Бұл жердегі бірде дегеніміз мезгіл үстеуге айналып кетеді. Салалас құрмалас сөйлемнің алтыншы түрі талғаулы салалас құрмалас сөйлем. Компоненттері тек қана талғаулы жалғаулықтар арқылы байланысады. Мысалы, сөз бен қылық суық көңілді жылытады, немесе жылы көңілді суытады. Сондай-ақ, бұл кітапты не мен оқырмын, не сен оқырсың, не болмаса атаңның бастағаны дұрыс болады. Талғаулы салалас құрмаластың тыныс белгілері кейде шылаудың құрамында үтірмен де келеді, кейде үтірсіз де келеді. Мысалы, немесе деген шылаулар арқылы келсе, үтірді қажет етпейді, ал енді не, я, яки сияқты шылаулар келсе, үтір қойылады. Ескерте кететін дүние, не, немесе, я шылаулары бірыңғай мүшелерді байланыстырған жағдайда салалас құрмалас сөйлем болмайды. Мысалы, ол не мені, не сені сұрады. Осы жердегі не шылаулары мені, сені деген бірыңғай сөздерді ғана байланыстырып тұр. Сондықтан талғаулы салалас құрмалас сөйлем бола алмайды.
Манағы біз басында айтқан оқу мақсатында салалас құрмалас сөйлемдерді сатылай кешенді синтаксистік талдау дедік. Осы жерде назар аударатын нәрсе, синтаксистік талдау үлгісінде біз екі жолмен талдау жасаймыз. Бірінші ол сөз тіркесіне талдау, екінші сөйлем түріне. Осы жерде кер жол ұмсына келіп қырқаның үстіне көтерілді де, қарсы алдынан кең жазық жарқ етіп шыға келді. Сөз тіркестерін талдауда бірінші біз байланысу түрлеріне және байланысу тәсілдеріне, сондай-ақ синтаксистік қатынастарына мән береміз. Мысалы, осы сөйлемнен сөз тіркестерін бөліп алайық. Ол кер жол қабыса байланысқан есімді сөз тіркесі, анықтауыштық қатынаста орын тәртібі арқылы байланысқан. Жол көтерілді, қиысу, келесі қырқаның үстіне матаса байланысқан есімді тіркес жалғаулар арқылы байланысып тұр және анықтауыштық қатынаста. Қырқаның үстіне көтерілді, меңгеріле байланысқан етістікті тіркес жалғаулар арқылы байланысып тұр және синтаксистік қатынасы, яғни пысықтауыштық қатынас. Ұмсына келіп көтерілді, жанаса байланысқан етістікті тіркес синтаксистік қатынасы, пысықтауыштық қатынас. Сөйлем түріне талдайтын болсақ, мына сөйлемді алдық. Бұл істің шындығын не көзмен көрген айтар, немесе құлағымен естіген айтар. Айтылу мақсатына қарай хабарлы сөйлем, іс-әрекетіне қарай болымды сөйлем, құрылысына қарай құрмалас сөйлем, екі компоненттен құралған. Яғни, бірінші компонент бұл істің шындығын не көзмен көрген айтар. Екінші компонент құлағымен естіген айтар. Мағыналық түріне қарай талғаулы салалас құрмалас сөйлем. Құрамында екі жай сөйлем бар. Яғни олар жақты, жайылма, толымды сөйлемдер. Бұл жерде ескертетін нәрсе, көзмен көрген, құлағымен естіген сөздер үйірлі бастауыш болады. Ал енді салалас құрмалас сөйлемдерді сатылай кешенді талдайтын болсақ, ақымақтың ақылы білегінде, ақылдының ақылы жүрегінде. Ең алдымен сөйлемде үш тыныс белгісі бар, олар нүкте, үтір, сызықша. Нүктенің қойылу себебі сөйлемді тиянақтап тұр. Ал үтірдің қойылу себебі құрамындағы жай сөйлемдердің аражігін ажырату үшін қолданылған. Сызықшаның қолдану себебі бастауыш пен баяндауыш есім сөздерден болғандықтан бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, ақыл, білек екеуі де зат есім, екеуінің аражігін ажырату үшін арасына сызықша қойылды. Айтылу сазы мен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем, баяндай жеткізіліп тұр. Жай сөйлемдердің байланысу тәсіліне қарай салалас құрмалас, мағыналық түрлері жалғаулықсыз, ыңғайлас, салалас. Құрмаластың құрамындағы бірінші жай сөйлемдегі сөздерді сөйлем мүшесіне талдайтын болсақ, ең бірінші сөйлем мүшесінде тұрлаулы мүшелер, соның ішінде баяндауыш табамыз. Ол білегінде, бастауыш ақылы және тұрлаусыз мүше, анықтауыш бұл ақымақтың деген сөз. Ал егер екінші компонентін талдайтын болсақ, жүрегінде баяндауыш, ақылы бастауыш, ақылдының анықтауыш. Сөйлемдегі сөздерді байланысу түрлері мен тәсілдеріне қарай талдайтын болсақ, бірінші жай сөйлем интонация арқылы байланысқан, екінші жай сөйлемде интонация арқылы байланысып тұр. Байланысу түрлеріне сөз тіркестерін алатын болсақ, ақымақтың ақылы, ақылдының ақылы, яғни бұлар матасу байланысу түрлері, байланысу тәсілдері жалғаулар арқылы байланысып тұр. Синтаксистік қатынас, анықтауыштық қатынас болып табылады. Құрметті ұстаздар, қазақ тілі пән мұғалімдері, салалас құрмалас сөйлемдерді осы ретпен талдай білсек, пунктуациялық, орфографиялық, стилистикалық, грамматикалық сауаттылықтарын арттыра отырып, оқушылардың оқу сауаттылығын дұрыс қалыптастырамыз деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.